Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен аджарский хачапури жасаймыз. Бір жасағаннан шығады, өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Ең алдымен опорасын дайындаймыз. Ыдысымызға жылы су және жылы сүтті құямыз. Үстіне шекер салып араластырамыз. Осының үстіне шекер саламыз. Және де ашытқыны салып, 2 ас қасық ұнды салып, араластырып, бетін жауып 10-15 минутке қоямыз. Бұл хачапуриді балаларға пицца ретінде де ұсынсаңыздар болады. Қамыры өте жұмсақ, әрі дәмі де өте дәмді. Мінекей біздің опорамыз дайын. Енді осының үстіне тұз және де сұйық май, ұнды салып, қамырды илейміз. Қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Осы қамырдан бізде 2 хачапури шығады. Егер де сіздерге көп қажет болса, осының көлемін 2-3 есе көбейтіп, көбірек жасай берсеңіздер болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді мінекей осындай қамырымыз. Енді осының бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілу қажет. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Бізге сулугуни сыры қажет. Сырымызды толығымен теркадан өткіземіз. Мен үлкендеу теркадан өткіздім. Осы үлкендеу теркадан өткізе беріңіздер. Себебі сыр еріп кетеді ыстық пешке салғаннан кейін. Сырдың үстіне аз ғана сүт құямыз. Қалауыңызша тұз салсаңыздар да болады. Мен салдым. Араластырып, осыны қазір қамырдың ішіне салатын боламыз. Қамырымыз көтерілді 2 есе. Енді осы ұн сеуіп, қамырымызды 2-ге бөлеміз. 2 қамыр жаямыз. Қамырды жұқа жайып жүрмеңіздер. Қамырға ұнды аса көп сеппеңіз. Біздің бірақ қамырымызда жұмсақ. Шамалы ғана сеуіп, жайып шығамыз. Қамырды жайып болдық. Енді дайындалған сырды видеодағыдай қамырдың 2 шетіне қойып шығамыз. Егер де сіздер әлі де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сонда менің жаңадан салған рецептілердің барлығы сіздерге шығып тұратын болады. Бұдан кейін мен де сіздерге өте керемет рецептілер ұсынатын боламын.
Ал енді қамырымыздың екі шетін видеодағыдай жаймен орай бастаймыз. Сырларымыз осы қамырдың ішінде қалу керек. Екі шетін ортасына қарай орап шығамыз. Ортасы шамалы ашық болу қажет. Ол жерге себебі біз жұмыртқаны жаратын боламыз. Соң жағында екі шетін біріктіріп, қолымызбен қыстырып қоямыз. Мінекей осылай. Қамырымыздың ортасына да сырды төсеп шығамыз. Сырды біркелкі қылып төсеңіздер, себебі сыр тимей қалған шеттері күйіп кетуі мүмкін. Жұмыртқаның сарысын бетіне тегістеп жағып шығамыз. Сонда қамырымыз қып-қызыл әдемі болып піседі. Пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Піскен соң осының үстіне жұмыртқаны жаратын боламыз. Мінекей хачапури дайын болды. Енді осының ортасын шамалы шаншқымен осылай ашамыз. Бір жұмыртқаны жарып, осының үстіне салатын боламыз. Менде бір жұмыртқа шамалы сарысы жарылып кетті. Ештеңе етпейді. Бұл менде бірінші рет жасап тұрған түрім. Осылай реттеп қоя саламыз. Енді келесі екіншісін жасайық. Дәл солай екіншісінде ортасын шаншқымен ашамыз. Ыңғайластырып, бір жұмыртқаны жарғанда сарысы ортасында қалу қажет. Осы жерге бір жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Мінекей осылай. Енді осыны тағы да пешке 2-3 минутқа жұмыртқаның ағарғанша салып аламыз. Немесе егер сізге жұмыртқаның сарысы қатайғаны қажет болса, сәл ұзақтау салсаңыздар болады. Бізге осылай дайын болды. Қамыр өте жұмсақ. Мінекей қараңыздар. Нанымыздың бір шетін үзіп, осылай сарысын араластырып, осылай дәмін көрсеңіздер болады. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Және де менің арнамды соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар. Бұл жерде өз қалауыңызша қамырдың көлемін өзгертіп, осы қамырды 2-ге емес, немесе 4-ге бөліп жазсаңыздар да болады. Сонда кішкентайдан болып шығады.